Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше сүзбелі бәліштің рецептімен бөліспекшімін. Творожный пирогтың тестасын, қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге 240 грамм ұн, разрыхлитель ванилин, 50 грамм қант, бір жұмыртқа, 130 грамм сары май, кішкене қаймақ қосамыз. Ең алдымен ұнымызға разрыхлитель қосамыз. Қантқа қантымызды қосамыз. Және майымызды, жұмсақ комнатный температурада тұрған майымызды қосамыз. Бірінші майымызды осылай ұнмен араластырып аламыз. Крошка сияқты болып шығады. Енді осыған жұмыртқамызды қосамыз. Кішкене қаймақ қосамыз. Жұмсақ қамыр шығады, сәл қолға жабысатындай. Енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм сүзбе, оған мінекей мындай творожный сыр, 200 граммның орнына творожный сыр қосам. Енді 50 грамм сметана немесе сливки қосуға болады. Мен енді сметана бар, менде қазір сметана қосам. 50 грамм сметана қостым. 130-150 грамм қант қосамыз. Кішкене ванильді сахар. И 2 жұмыртқа. Енді бәрін қосып, блендермен айналдыратын боламыз. Погружной блендермен. Өміріміз дайын болды. Егер творогтарыңыз су шығарады, сапасы не болатын болса, жандай сулы, онда кішкене 1-2 шай қасық кукурузный крахмал қосып жесеңіздер болады. Осы видеода көріп отырғандарыңыздай қамырымызды формаға салып, жайып дайындап аламыз. Одан соң дайын болған салмамызды ішіне құямыз. Енді осы бәлішімізді қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Салмас бұрын
Духовкаға салмас бұрын қамырымыздың жан жағын шанышқының көмегімен әдемілеп біркелкі қылып тегістеп аламыз. Енді осы пирогымыз қызып тұрған духовкада 35-45 минуттың аралығында пісіп шығатын болады. Менде мінекей осындай өте әдемі, өте дәмді пирог дайын болды. Бұл пирогтың ерекшелігі салмасында. Бұл жерде мен творогтың жартысын творожный сырмен алмастырдым. Сондықтан да өте дәмді пирог шықты. Сіздерге де пайдалы болды деген ойдамын. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк басып каналымды қолдай отырыңыздар. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.